шаңырақ мынау қошқар мүйіз. Қошқар мүйізді шаңырақ. Ол жылдар бізде жаңағы қошқар мүйізді құралады ғой. Кигіз бұрынғы ескі. Кигізге басып. Мынау енді оюлардың ішінде мынау шаңырақ, қошқар мүйіз, одан кейін мынау ою бізде толдың шетінде салынған оюлардың бірі. Аттарың бар екенін білмейміз ғой, бұның ойыдың. Мына шаңырақтың ойы екенін білеміз. Не дейін енді басқа? Басқа оюларды білесіз бе? Қазақтың кәдімгі оюлары, орнаменттері. Атауларын білмеймін. Көрпеге, тіге, тағы немене. Басқа қандай жерлерде көрдіңіз? Немене жаңағы? Туда бар шығар ма? Дұрыс айтасыз. Қазақтың өрнектері ғой. Ол қазақтың қолөнер өрнектері өте көп қой. Мәселен мына сырмақ дейді, үйге салатын, кигіз үйге салады, там үйге де салады, бәріне салады. Онда алуан түрлік өрнектерменен жасайды ғой. Шамал, мынау оюлардың ішінен білетін оюларыңызды айтып бересіз бе? Сіз мүмкін. Мынау мүйіз қос мүйіз дейтін ана. Мынау чаршы мүйіз, бір чаршы. Мынау жүрекші. Мынау да жүрекке жүгір ғой міне. Қос мүйіз, мынау шаңырақ. Мыналар енді пітіра гүлдер ғой. Күл ғой мынау пітіра. Мынау да мынаның кішісі ғой. Мынаның бәрі сыңар өкше мүйіздер ғой.